Сәлем достар, YouTube каналға қош келдіңіздер. Бүгін қысқа арналған лечо салатын дайындаймыз. Биыл мен салатты кештеу жаптым, бірақ араларыңызда жаппағандарыңыз болса, міндетті түрде осы рецептпен жауып көріңіздер және видеоны түсінікті болу үшін соңына дейін толық қарап шығыңыздар. Алдымен заттардың бәрін осылай дайындап аламыз. Пиязды үлкендеу кубиктау орташа кубик етіп тураймыз. Сәбізді теркадан өткізіп аламыз. Помидорды мясорубкадан өткізіп аламыз. Болгарский перецтерді осылай үлкенірек қып тураған дұрыс. Чеснокты турап аламыз майдалап, и укроп, петрушка қатты үлкен емес пучогы керек болады. Сұйық майға бірінші пиязды қуырамыз. Майымыз қызғаннан кейін. Бір 2-3 минут қуырғаннан кейін үстіне сәбізді салып, тағы да жақсылап араластырып, бір қақпағын жабамызда бір 3-4 минут тағы соны қуырамыз. Пияз бен сәбіз. Кішкене тұздың біразын осы кезде саламыз. Описание бөліміне мен барлық толық осы салатқа қолданған заттардың тізімін жазып кетемін. Енді осының үстіне жаңа помидорды қосып шығамыз. Содан кейін барлығын жақсылап араластырып, осы помидордың қайнағанын күтеміз. Помидор қайнады. Осының үстіне енді болгар бұрышын саламыз. Қалған тұзды саламыз, қант және чеснокты саламыз да жақсылап араластырып, жаңағы осы ыдыстың қақпағын толық жаппаймыз, кішкене ашып қоямыз. Кішкене ашыңқырап жауып, ровно 1 сағат қайнатамыз. Бір жарты сағаттан кейін ба осылай жаңағы салатымызды ашып бір араластырып қойыңыздар, өйткені түбі күйіп кетпесін. Мен орташа отта қайнатып жатырмын. Міне 1 сағат өтті. 1 сағат өткеннен кейін енді осының үстіне лавр жапырағы мен укроп петрушканы салып жақсылап араластырамыз да, тағы да қақпақты кішкене ашыңқырап жауып, енді жарты сағат қайнатамыз. Содан кейін жарты сағаттан кейін 1 ас қасық уксус құямыз, араластырып бір 10-15 минут қайнатамыз, сонымен біздің салат дайын болады. Дайын болған салатты осындай түрі әдейі болады. Осыны жаңағы банканында, крышкасында бәрін қайнаған суға стерильдеп аламыз. Содан кейін осылай барлығын жауып, міне осылай дұрыс жабылған осылай тексереміз. Егер сіздер бұлар банкі жабылмайтын болсаңыздар, онда кәдімгі ыдыстарға салып, пластмасса ыдыстарға морозилькеге сақтасаңыздар да болады. Осылай ыстықтай ораймыз одеялмен, сөйтіп толық суығанша күтеміз. Толық суығаннан кейін осындай өте дәмді күшті салат дайын болады.